Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен Садрадиннің «Басқа адам» деген музыкасына укулеледе разбор жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздер осы видео бастамас бұрын лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, комментарийға тағы қандай музыкаға разбор жасағанды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Сен әлі тіркелмей қарап отырсың, сол үшін менің атыма тіркеліп кет. Ең алдымен біз музыканы бастамас бұрын оның аккордтарымен танысып аламыз. Ең бірінші аккорд бізде ДМ аккорды. Ол бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың үшінші және де төртінші струнасын ұстаймыз. Екінші аккорд бізде GM аккорды. Ол бізде бірінші ладтың бірінші струнасы, екінші ладтың үшінші струнасы, үшінші ладтың екінші струнасы ұсталады. Үшінші аккорд бізде А аккорды. Ол ең оңай десек те болады. Ол бірінші ладтың үшінші струнасы, екінші ладтың төртінші струнасы ұсталады. Осылайша бізде осы музыкада үш аккорд қолданылды. Енді кезекте бізде бұл қағысы бізде былай болады. Көріп тұрғандарыңыздай музыка ондай қиындық туғызбайды. Қағысы да, аккордтары да өте оңай. Үш аккорд, бір қағыс. Қатты қинала бермейсіздер. Енді кезекте мен сіздерге оның қалай айтылатынын өз даусыммен айтып көрсететін боламын. Сіздерге осы видеоны ұнатса, тағы да айтарым, лайктарыңызды басыңыздар, және арнама тіркеліп, тағы қандай музыка айтқанды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Біз өзіміздің музыкамызға кеттік. Сезім бізді алдайды білем, түсінбедің кетіңе, әлде құрбың себепкері болды ма? Сенің мәңгіге сүйерім айқын, куәгерім ай мен күн, жолығармыз бәлкім. Сенің ойың бөлек, менен мүлде басқа ма? Мүлде басқа адам, әлде басқа ма? Сенің ойың бөлек, менен мүлде басқа ма? Әлде басқа адам, әлде басқа ма? Мінекей достар, біздің осылайша басқа да музыкасына разборымыз аяқталды. Сіздерге осы музыка және де видео ұнаса, разбор ұнаса, тағы не ұнаса, бәрі ұнаса, үшін лайктарыңызды басыңыздар. Менің арнама тіркеліңіздер. Тағы да көптеген музыкаларға разборларды шығаратын боламын. Ендеше біз сіздермен қоштаспаймыз, тағы да кездесеміз. Қош, сау болыңыздар.